Адамның басында өзі екі түрлі установка болады. Установка, убеждение. Бірінші убеждение на данность, екіншісі убеждение на рост. На данность ол андай ғой. Мен қазақпын, и тек қана қазақша сөйлеуім керек. И прикиньте, сен Америкаға барып айтып тұрсаң, мен қазақпын, тек қана қазақша сөйлеуім керек деп ше. Хотя айтуға болады ғой, типа мен қазақпын, қазақ тілін білемін, құрметтеймін, өз тілімде сөйлей аламын, бірақ басқа тілді де білемін, үйрене аламын деп айтуға болады ғой. Солай да өмір сүруге болады да. То есть установки на данность деген ол мен осындаймын, болды, осылай болып қаламын. Мен қалай бар, солай қабылда. Маған вообще наплевать. Установка на рост деген нәрсе, это когда я говорю, да, я такой, но я могу меняться. Я могу по-другому. Мен осындаймын, бірақ мен өзгере аламын, өзгерте аламын. Мен өзім сондай қатал адаммын деп ше. Жоқ, мен қаталмын, бірақ мен мейірімді болуды үйрене аламын. Или мен сату білмеймін, болды